Айналай, шыңғыс қайын жұртыңа адал болсаң, енеңнің бетіне сүйші. Қайын жұртыңа адал болсаң, енеңнің бетіне сүй. Аррамы болсаң сүйме. Шамбала барам зойбай құдайым. Сөйле, я? Көрдік ба? Қыдыреті күшті Құдай Алла Тағаламыз адамды жаратты ғой, осындай екі қол, екі аяқ беріп. Сол бірінші Алланың арқасы болса, екінші туған анамыздың арқасы ғой. Ақ жаулықты аналарымыз аман болсын ардақтағай. Аналарымыз бар ма? Бар болса бір шапалақ ұрып қойсаңыздаршы. Мынау ардақты әлеумет. Әйел адам дейді, әйел адам. Таң сәріден тұрып, таң сәріден дегенде біреулер қате түсінеді екен ғой. Әбеткі бір деп ойлайды екен де, бір келіндерші, қазіргі жас келіндер. Әбеткі бір емес. Таң сәрі дегеніміз азанғы 6, таңғы 6, таңғы 6-дан бісміллә деп тұрып, үйінің ішін, даласын, есігінің алдын сыпырған әйел қағбаны сыпырғанмен бірге екен ғой. Құдай-ау. Мен тұрып қалған кезде не істейміз? Айта берейін ба? Бір тамадада шапалақ деп айта берген ғой. Сөйтсе той біткеннен кейін расчет жасайын деп аппаратураның басында тұрса жаңа бір апамыз келіп, әй тамада бала, сен бағана шапалақ сұрап қойма бен ғой, мен саған шапалақ деп бетіне шапалақпен салып тұрған екен. Сол құсыр мен де шапалақ жемей тұрып өздеріңіз шапалақ ұра беріңіздерші ардақты ағайын. Енді мынау ардақты ағайын Нұржан Төледиев ағамызға кішкене пародия жасағаным бар еді. Сіздердің құрметтеріңіз үшін әрине осы тойдың иесі Мақсат ағамызбен Ділдәбіла жеңгеміздің құрметі. Қош келіпсіздер құрметті құда-құдағилар, ардақты ағайын, туыстар. Енді баршамыз білесіздер, енді қазіргі жастарды қайдам үлкендер қауымы, аталарымыз, апаларымыз біледі. 50 жас, 40 жасқа дейінгі ағаларымыз, жеңгелеріміз, әпкелеріміз біледі. Айтыстың жүргізушісі Жүрсін Ерманов атамыз, дұрыс па? Білесіздер ғой? Енді мен сіздерге сол кісінің құттықтауын жеткізсем деп тұрмын, жастарды құттықтап еді. Сіздер шапалақ ұрсаңыздар, мен пожалуйста айтайын сосын не деген. Ұрмасаңыздар айтпай-ақ қояйын. Ол кісі маған жаңа осы тойға келерден алдын звондап айтты. Айналайын Салмаржан, тойға бара жатсың ғой, сол өзім бара алмаймын мен. Бүгін кешқұрым бір айтыстың түсірілімі болады деді. Өзім барып мен оған құттықтай сал деді, өтініш қылғаннан кейін келіп тұрған ғой. Ол кісі былай деді. Әріміздің ардақтайын өмет, құрметті айтыстың той сыйлай. Мынау бүгінгі мақсат болып айналайын. Тілдегі келді, өзіңі өткен қызырағың құтты орны қондырғалары күттіңізін. Айналайын. Құрметті құдағай, той құттыңызын башқайсың. Той болсын, айналайын жасын. Шыңғысының айналайын. Вақты қосағының қосағай. Айтысы өрттің айналайын. Мені көрісің Дәл құттықтапты ардақтағы ағайын. Ұқсаса шапалағымызды ұқсамаса ұрмай-ақ қойыңыздар енді. Одан кейін мынау шашы иыққа түсетін Нұрлан Еспанов бар ғой, білесіздер. Мақтаншағы, білесіздер ғой. Сол кісіден маған звондап құттықтайсайшы деді жаңа. Құттықтасам бола ма? Нұрлан Еспановтың атынан. Рахмет. Шапалақ ұрғандарыңыз дейді, той болсын. Нұрлан Еспанов WhatsApp-тан жіберді маған былай деп. Ойбай, Салам, сен тойға баратсың ғой? Мен де бара алмай жатырмын ғой. Атырауға бір концертке келгенбіз ғой.
Есіп жерден шығармайды мен. Ренжімеш болғанды айтпайсың бар ғой. Шыңғысы ұстан алдыңыз сонда айтқан ғой маған. Мен бара алмай жатыр мен. Жолыңыз ғой. Той есіне шығыпты ғой. деп күліп жаңағыдай құттықтап отыр ғой. Негізінде білмеймін. Бір тойда отқанда бір шапанда бір тойымыз. Сіздер үшін бір өнерімізді салып жатыр. Ардақты ағайын, бұның бәрі сіздер үшін айтылып жатқан әзіл әңгімеміз. Сіздердің көңілдеріңіз үшін, жастар үшін, той иелері үшін. Өнерім ұнаса маған да бір доғыл шапалақтап қойыңыздар ардақты ағайын. Алдарыңызда астар дастархандағы бәрінен жақсы алып отырыңыздар. Қойшы көп болса қойарым өледі дейді. Өзімнің асыбы атам, әшім атамға мен құттықтап сөз кезегі берейін. Рахмет сіздерге назар салып тыңдағандарыңызға той көріңіздер ардақты ағайын. Бәрекелді айналайын сапар баламыз. Өнер халықта деп бекер айтпаған. Ерде елдің несі артық, өнермен міне іс артық. Шамалап соққан күн істен, формалап соққан мыс артық. Ұйқыңда көрген түсімнен өңді көрген іс артық. Құрымы таңған киіз үй, ықыласы болса адамы ал ордадан ұшақтай керек. Бүгін мінекей шын ықыласыменен осында бірге дастархан жайып, мақсатменен ділдәгүл өзінің қыздарын ұзатып қуанышты істерін бастарымыз қосып отыр ағай. Құтты болсын бірге, қуанышымыз бірге болсын. Сондықтан да бұрын ағашқан түлкі қуға жақсы, біраз өлеңін сөз күлге жақсы дейді, күлкіміз де тамашамыз да сіздермен бірге болсын. Енді ортаға тағы жақсы ниетпен ықыласпен келіп отырған бажаларын, әпкелерін шақырсақ деп отырмыз. Өйткені бажасы жақсы қандайды, татулықтан танбайды, қатар ұшқан тырнадай бірін-бірін сөйлесіп үзілгенде жалғайды. Сондай сыйласқан осындағы бажалары және әпшелері Мұхтар, Елмира, Мұстапа, Зейнеп, Мұхан, Мейіркүл, Ерлан, Бақытгүл, Жұмабек, Нұргүл, Батырхан, Дамира, Нұрлыхан,